Саламатсыздар ма, құрметті сабаққа қатысушылар. Бүгін біз қос бұрыштың формуласынан жарты бұрыштың формуласын қалай табамыз тригонометрияда, соны түсіндіремін. Яғни біз алдында косинус альфа қосылған бетта формуласын қалай ашып едік? Яғни ол косинус альфа көбейтілген косинус бетта алынған синус альфа синус бетта болатын. Бұл жерде енді қос бұрыштың дегенде косинус 2 альфаны қалай табамыз? Яғни біз не істейміз? Мынау беттаның орнына альфамен алмастырамыз. Мынау бетталар бізде альфаға алмасып кетеді. Сонда бұл жерде 2. Мына жерде бізде косинус квадрат альфа алынған синус квадрат альфа. Енді бізді синус квадрат альфаны мынаны жарты бұрыштың формуласына келтіреміз. Альфалар текке бөлінсе. Сонда менде мына жерде косинус альфа тең. Мынаны мен синуспен өрнектеймін. Косинусты 1 алынған синус квадрат альфа бөлінген 2 болады. Мынау менде синус квадрат альфа бөлінген 2. Яғни менде 2 бірыңғай мүше шықты. Осы екеуін қосамыз. Сонда менде косинус альфа дегеніміз 1 алынған 2 еселенген синус квадрат альфа бөлінген 2. Енді синус квадрат альфа бөлінген 2-ні табамыз. Синус квадрат альфа бөлінген 2-ні табатын болсақ, бұл 1 алынған косинус альфа. Мынау 2 көбейткіш болғаннан кейін астына бөлінді болып жазылады. Енді квадратын анықтау үшін иррационалды аламыз. Бұл жағдайда 2 мән болатын плюс минус мәнмен шығады. Квадрат түбірастың қысқартылады. Сонда синус альфа бөлінген 2 дегеніміз плюс минус 1 алынған косинус альфа бөлінген 2-ге. Тура осылай, мына жерде енді мен синустікін табайын. Косинус альфа тең, мына жерде мен синуспен замен жасамайым, косинусымды қалдырамда синусты өрнектеймін. 1 алынған косинуспен өрнектеймін. Альфа бөлінген 2-мен. Сонда менде мына жерде косинус квадрат альфа бөлінген 2 тұрады. Алу 1 алынған косинус квадрат альфа бөлінген 2 болады. Жақшашылып кетсе, мынау таңба бізде плюске айналады. Сонда 1 минус болады. 2, мына жерде косинус альфа тең 2 косинус квадрат альфа бөлінген 2 алу 1. Бұл жерде косинус квадрат табатын болсақ, косинус квадрат альфа бөлінген 2 болатын болса, бұл косинус альфа қосу 1-ге. Алдындағы коэффициентіне бөліп жүрміз. Сосын бұны да иррационалдан шығарамыз. Квадратты 2 жақты да иррационалды аламыз. Плюс минус болып кетеміз. Сонда менде косинус альфа бөлінген 2 дегенім плюс минус 1 қосылған косинус альфа бөлінген 2-ге. Енді осы жерден тангенсті келтіріп жүретін болсақ, тангенс альфа бөлінген 2 неге тең? Тангенс деген немесе синус, яғни мынау үстінде жазылады, мынау астында жазылады. Косинустық. Сонда менде 1 алынған косинус альфа бөлінген 2. Астында 1 қосылған косинус альфа бөлінген 2-ге. 2-леп қысқарып береді. Сонда менде 1 алынған косинус альфа астында 1 қосылған косинус альфаға. Тангенс альфамыздың формуласы осы. Плюс минус. Так, енді есептерді шығарып көрсетейік.
Ал енді 4-те 115-ші есепті шығарайық. Бұл жерде міне синус квадрат, косинус квадрат альфа алынған, 4 еселенген синус квадрат альфа бөлінген 2, косинус квадрат альфа бөлінген 2. Бұл жерде квадратты жақшаның сыртына шығара тұрамыз. Сонда бізде 2 еселенген синус альфаның жарты альфа, косинус жарты альфа болды. Ол дегеніміз бізде жарты альфа болса, ол 1 альфа болады. Синус квадрат альфа. Яғни мынау косинус квадрат альфа, синус квадрат альфаны алғанда косинус 2 альфаға тең. Екінші жағдайда тура осылай, екінші есепте де жақшаның сыртына квадрат шығарып жүрсек, бұл x-тар болып тұрса, онда 2x-ға тең болады. 2x болса, ол бізде косинус 2x-ға тең болады. Мына жерде жақшадан сыртындағы квадратты ұмытып кетіппіз. Мына жерде квадрат болмаса шықпайды ғой. Косинус 2x-ті косинус квадрат 2x болады. Косинус квадрат 2x. Сонда біз синус квадрат 2x, сонда бізде косинус квадрат 2x болады. Енді үшіншісін шығарайық. Котангенсқа байланысты. Котангенс альфа. Алынған котангенс 2 альфа дегеніміз. Котангенс 2 альфаны формула бойынша шектейміз. Ол бізде котангенс алынған бір, котангенс альфа алынған бір, астында 2 котангенс альфаға тең. Ортақ бөлімге беріп жүрміз. Мына жерде 2 котангенс альфа. Сонда бізде 2 котангенс квадрат альфа алынған котангенс альфа алу бір. Мына жерде 2 котангенс альфа. Қазір үшінші есепті шығарайық. Үшінші есеп бізде котангенс альфа алынған котангенс 2 альфа. Яғни котангенс альфаны жазамыз. Алынған котангенс 2 альфа деген ол бізде котангенс квадрат альфа. Сосын астында 2 еселенген, қосу 1, алу 1. Астында котангенс альфа. Маған ортақ бөлімді беріп жүрміз. 2 котангенс альфа. Сонда бізде 2 котангенс квадрат альфа алынған котангенс квадрат альфа, ал қосу 1. Астында 2 котангенс альфаға. Сонда бізде котангенс квадрат альфа қосу 1. Астында 2 котангенс альфа шығады. Төртінші есеп. Косинус квадрат x астында 2x, 2 альфа деген 2 квадрат емес, синус x қосылған косинус x үстінде синус 2x. Яғни не істейміз? Косинусты жүктейміз. Косинус 2 альфа формуласымен жүктейміз. Сонда ол косинус квадрат x алынған синус квадрат x астында синус x. Қосу екінші өрнекті түрлендіреміз. Синустар ол 2 еселенген синус квадрат. Синус x, косинус x квадрат шығып жүрді. Косинус x астында косинус x бар. Жойылып кетеді. Қысқартып жүреміз, қысқартып жүреміз. Сонынан басын сосын ортақ бөлім береміз. Синус x береміз. Өзінде синус x бар, еще синус x көбейеді. Сонда бізде ортақ бөлімі синус x. Мына жерде косинус квадрат x алынған синус квадрат x қосылған 2 синус квадрат x. Мынауына біреуін жойып жібереді. Сонда бізде астында синус x үстінде косинус квадрат x плюс синус квадрат x. Бұл біздің ең алғашқы формуламыз. Екеуін қосқан кезде 1 шығады дегенбіз.
1 бөлінген синус x шығады. Түсінікті болды деп ойлаймын енді. 416 есепті қарастыратын болсақ, балалар, мына жерде оп-оңай. Жаңағы синус 2 альфаға саламыз. 40 градус деген ол синус 2 көбейтілген 20 градус деп аламыз. Астында синус 20 градус. Ол тең, бұны синус 2 альфамен ашатын болсақ, 2 еселенген синус 20 градус, косинус 20 градус болады. Мына жақта синус 20 градус бөлігінде. Қысқарып кетеді. Сонда бізде 2 еселенген косинус 20 градус қалады. Екіншінде 80 градус десе, косинус 2 көбейтілген 40 градус деп аламыз. Астында бізде косинус 40 градус қосылған синус 40 градус. Мынау бізде ашылған кезде косинус квадрат, яғни косинус квадрат 40 градус, алынған синус квадрат 40 градус. 40 градус. Астында косинус 40 градус. Қосылған синус 40 градус. Яғни бұл жерде а минус, мына жерде а квадрат, алынған в квадрат формуласы бар ғой, сонымен плюс жақшасын алып тастаймыз. Сонда бөлшектің қажеті жоқ. Бізде сонда плюсы ғана қалады мына жерде. Косинус 40 градус минусы ғана қалады. Синус 40 градус деген бөлініп қалады екен. 100 деген тоже осылай ашылады. Бұл синус 2 көбейтілген 50 градус. Сонда 2 еселенген косинус жойылып кетеді. Бұл жерде 2 синус 50 градус қалады. Мынау бізде квадрат алынған екен. Өздеріңіз шығарып, маған жіберсеңіздер болады. Оңай екен. Жақсы, сау болыңыздар. Сабақ түсінікті болды деп ойлаймын. Осыған байланысты есептеп жіберем. Маған кері байланысқа шығып отырыңыз дайын.